Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең дәмді печеньелердің бірі сочники с творогом дайындаймыз. Шамамен 30 данадай шығуы керек. Алдымен бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызға 100 грамм қантымызды қосып, венчикпен араластырып аламыз. Оған бір дана жұмыртқамызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 20% 100 грамм қаймағымызды қосып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Ары қарай електен өткізілген 400 грамм ұнымыздың барлығын қоспай, жай-жайдан жартысын қосамыз. Арасында қопсытқышпен тұзымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қалған ұнымызды қосып араластырамыз, ары қарай жұмсақ қамыр илейміз. Иығын қандырып илегеннен кейін 15 минуттай демалдырып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм құрғақ творогқа 1 жұмыртқаның ақуызын, 20 грамм 20% қаймақ, 2 ас қасық қант және де 1 ас қасық кукурузный крахмал қосып, барлығын біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. 15 минут демалған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайылған қамырымызды форманың көмегімен, болмаса өзімізге керекті пиала немесе кружканың көмегімен дөңгелетіп қиып аламыз. Дайындап алған қамырларымызға 1 шай қасық салмадан салып, үстін қатты баспай, екіге бүктейміз. Осылайша барлығын дайындап аламыз. Беттеріне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Зубочистканың көмегімен бетіне узор салсаңыздар да болады. 200 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмін татып көріңіздер.